Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше болатын тауықты маринадтау жолын көрсеткім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: тауық, картоп, пияз, сарымсақ, мед, паприка, соя тұздығы. Ыдысымызға 8 ас қасық соя тұздығын, 2 ас қасық ертілген балымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң 1 ас қасық паприка, тұз, күштен өткен 3 дана сарымсағымызды салып араластырамыз. Тауығымызға туралған пиязымызды, картопымызды, дайын болған тұздығымызды салып, жақсылап араластырып, салқын жерге 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған тауығымызды протеинге салып, 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Тауығымыз дайын, дәмі өте ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.